Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде жастарды әлеуметтік бағдарлау жобасы аясында кезекті түсірілім. Бүгінгі біздің қонағымыз жалпы жастардың арасындағы өте белсенді азамат Айди Айдарбеков. Ол кісі Нью-Йорк фильм академиясының түлегі, жүз жаңа есімнің жеңімпазы, жалпы сценарист, бағдарламашы. Қош келдіңіз, Айди мырза. Бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл алып. Жалпы бүгінгі күні біз білеміз, сіз IT университетте сабақ беріп жүрсіз. Осы екі бағытты, жалпы бірінші мамандығыңыз сізде программист, бағдарламашы. Осы екі бағытты қалай бір-бірімен ұштастырып бүгінгі күні жұмыс жасап жүрсіз? Шақырғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымын осы жерде болғаныма. Мен өзім бала кезімнен осындай креативті бағытқа қызығушылық болды. Бірақ та мен өскенде интернет, компьютер пайда болды. Және де өте қызық болды оны қарауға, түсінуге, қалай жұмыс істейтінін. Және сондықтан да, бірақ мен компьютермен айналысқанда көбінесе ойын ойнадым. Бірақ менің ата-анам ол мен бағдарламашы ретінде көрді, мен ойын ойнағанда. Сондықтан да бірінші менің жұмысымды бағдарламашы ретінде алдым. Және де университетке түскенде Қазақ агротехникалық университетіне бағдарламашы ретінде түстім. Бірақ өзім де осындай креативті жолды жазуды бала кезімнен армандадым. Сондықтан да осылай параллельно жұмыс істедім. Өзім интернетте әртүрлі кітаптарды оқыдым, сценарийді қалай жазуға, ютубта видеоды қалай түсіруге сондай туториалдарды қарадым. Және де параллель жұмыс істедім. Жалпы рахмет. Жаңа айттыңыз ғой, сіз өсіп келе жатқан кезде жастардың тарапынан, енді сіз де жас болдыңыз ғой, сол кезде компьютерге қатты қызықтыңыз. Ал бүгінгі күнгі жастарды не қызықтырады сіздің ойыңызша? Мен осы IT университетте жұмыс істеймін, және де жастармен тығыз байланыстамын, жұмыс істеудемін. Және де маған өте ұнайды, олар өте осындай разносторонний адамдар. Көбінесе әртүрлі киномен де оларды қызықтырады, музыка саласы оларды қызықтырады, көбісі сурет жақсы салады. Және де мен өзім осындаймын. Мен де өзім мысалға комикстермен айналыстым, өзім музыкалық мектепті бітірдім. Және де осы жастармен бір вайптамын. Және де өте қызық, өте қуаныштымын осындай жағдайға. Жалпы сіз енді жастар үшін жаңа да айтып кеттік қой, мотиваторсыз, көп оқитын да шығарсыз. Енді бүгінгі күні сіз жастарға қандай бір кеңес, сонымен қатар жастардың бойынан қандай бір дағдыларды көргіңіз келеді? Бүгінгі таңда мотивация табуға өте оңай. Сен TikTok'та видеоларды қарайсың, Instagram'да жүрсең де эфирлерді көресің. Көп адамдар саған мотивация беруге дайын. Бірақ менің ойымша біріншіден өзіңді өзің түсіну керексің. Қандай бағытта жұмыс жасау саған қызық, не істеу саған қызық. Және де біріншіден мотивацияны өзіңнен табуға керек. Өйткені біз осы өмірге келеміз, және де кетеміз жалғыздықта. Менің ойымша, және де ең басты мотиватор сен өзіңе болу керексің. Жалпы енді айтып жатыр ғой, сіз бізде өсіп келе жатқан кезде айтады, жұрттың баласы. Енді сіз жұрттың баласысыз. Көбіне көп жаңа жастарды айтып жатыр, өзің ақпарат өте көп. Осы орайда жастар өздерін таппай жатады. Осы салаға қызығады, 2 сағаттан кейін басқа саланы қызық көреді. Сол себепті осы ақпараттың ағымын қалай саралап, өздерісіне керектігін алу үшін жалпы фильтр дейді ғой. Сол фильтрді, ақпараттық фильтрді қалай қоюға болады? Жұрттың бала дегенде мен өзім ауылда өстім. 18 осы университетке түскен
Нен кейін ғана басқа елдерге бардым практикамен. Бірақ өзімнің жастығымды ауылда өстім. Сондықтан өзімді сондай бала деп санамаймын. Бірақ мен өзім айтқандай көп нәрсе мені қызықтырады, және де көп достарым маған айтты, егер сен тек қана бір жолмен жүрсең, осы бір направлениені алсаң, бір салада жұмыс істесең, сенің көбірек достиженияларың болады деді. Бірақ менің ойымша қазір осындай заман. Сен бірнеше осы тек қана профессияда бірнеше таңдау керексің. Soft skills, hard skills, сондайларды білу керексің. Өйткені заман өте тез өзгереді. Мысалы, мен өскенде компьютер жаңа ғана пайда болды, бірақ қазіргі таңда көбінесе смартфондармен, телефондармен, планшеттермен жұмыс істейді. Осы, мысалы, сен бүгін телефонмен жұмыс істесең, және де басқа адам компьютермен жұмыс істесең, сіздердің жұмыстарыңыз бірдей болады. Производительность, менің ойымша. Сондықтан да пульспен жүру керек. Бүгінгі таңда қандай актуалды жаңалықтар, қандай өмірде не болғанын көру керек. Сондай ойдамын. Рахмет. Жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, бұрынғы кезде біздің әке-шешелеріміз бірақ мамандықты таңдады, өмір бойы сол мамандық жұмыс жасап өтті. Бүгінгі күні жастарды көріп жатамыз, олар шешімдерді жылдам қабылдайды. Сол шешімдердің арқасында бүгінгі күні жақсы жетістіктерге жетіп жатқан жастарымыз да аз емес. Сол орайда жаңа атап өткендей, мамандық таңдауды ол тек қана бір бағытта ғана жүрмеу керек, өмірлік маңызы бар дағдыларды дамыту керек деп айтып жатсыз. Жалпы енді осы орайда сұрақ, жастардың бойында осы дағдыларды қалыптастыруға бүгінгі күні қаншалықты қызығушылық бар, қаншалықты сол жастар бүгінгі күні түсініп шешім қабылдай алады деп ойлайсыз, дұрыс шешім қабылдай алады? Менің ойымша қазіргі жастар өте прогрессивті. Өйткені олармен жұмыс істеймін, сөйлеймін. Кейбір кезде мен өзімді кәрі деп санаймын. Олардың идеяларды тыңдағанда, олардың қандай ұсыныстары бар екенін олар айтқанда, мен осы бірнеше айда 30-ға толамын. Бірақ олардың қасында мен 50-дей өзімді сеземін. Сондықтан да менің ойымша қазақстандық жастарда жағдай жақсы. Олар интернет бар болғанда, оларда барлық ақпаратқа доступ бар. Сіз өзіңіз айтқандай, әрине фильтр керек, бірақ менің ойымша негізгі мен Америкада оқыдым бірнеше жыл, олардың жастармен сөйлестім. Және де менің ойымша шыны керек олардың деңгейі бір нәрселерде жоғарырақ, бірақ осындай осознанность дегендей, духовность дегендей оларда төменірек біздің балаларымызға қарағанда. Сондықтан менің ойымша бізде қазіргі өте жақсы жағдай. Өте жақсы жағдай демекші. Енді қазір бүгінгі күні жаңа Қазақстан деп көп ұрандатып жатыр. Жаңа Қазақстан сіздің ойыңызша қандай болу керек? Жаңа Қазақстанға жастар жатпай, бізге кім тапсырма береді екен, кім бізді бағдарлайды екен деп ойламайтындай, жалпы біз ойлаймыз, әркім өзін білгенше қарым-қабілетін жасау керек деп. Енді сіздің ойыңызша бүгінгі күні жаңа Қазақстанның жастары қандай болу керек? Жаңа Қазақстан дегендей, менің ойымша біздің жастар дайын осындай өзгерістерге, олардың күші де келеді. Өйткені мен айтқандай, олар информация көп оқиды, анализ жасайды. Сондықтан да қазіргі политикалық белсенді азаматтар көп. Интернетте де оқысам да, мысалы мен жастармен сөйлегенде, осы жақын арада Папа Римский келгенде, біздің бір сабағымыз осы тақырыпқа байланысты болды.
олармен сөйлестім, олардың ойларды тыңдадым. Сондықтан да мен айтқандай олар жаңа Қазақстанға дайын. Айдия мырза, сіз енді бір сұрақ. Көп жазасыз, көп ізденесіз, сценарий жазасыз. Келешекте сіз өзіңіз туралы кітап жазсаңыз, ол қандай жанрда болады? Мен өзім туралы кітап жазуға дайын емеспін әлі. Мысалға 70-ке келгенде, осы кезде. Бірақ көбінесе осы сценарий жазғанда, фильм түсіргенде көп адам айтады, сен тек қана өзің білетін жазу керексің, өзің өмірде өткенін, қандай эмоцияларды, осыны жазу керексің. Бірақ менің ойымша, осылай болса, бізде бүгінгі таңда Гарри Поттер болған жоқ, Звездные войны, сондай фантастика. Қалай олар осындай эмоцияларды, осындай күштерді сезбеген шығар, магияны. Бірақ оларда талпыныс болды, вдохновение сондайға. Сондықтан да менің ойымша өзіңді не айтқан келетін, соны айтуға керек. Және де мен өзім кітап жазғанда, сценарий жазғанда көп ойлаймын, көп армандаймын, және осы идеяларды трансформацияланып, оларды өзімнің шығармашылық жазуларға осындай идеяны саламын. Бірақ мысалы мен осындайды өмірімде өткен жоқпын, бірақ ол қалай болады деп ойлап осыны жазамын. Сондықтан да өзім туралы фантастика жанрында жазуға егер осындайға жетсем қызық болады. Мысалға кім біледі, Айдан, Марстан, басқа планетадан сондай бір кездейсоқ оқиға болса, сондай сияқты. Айдия мырза, енді айтамыз ғой self-made деп, өз-өзін жасаған адамдар деп. Жалпы осымен жастарға сіздің ойыңызда енді әркім өз-өзін жасайды ғой бүгінгі күні. Тұлғалық дамимыз деп жиі айтамыз, осы жастарға бір ақыл кеңесіңізді айтсақ, сонымен қорытындыласақ бүгінгі кездесуді. Менің ойымша self-made ол өзін істеу, аударма болады. Және де self өзін осы жерде басты сөз. Сіз өзіңізден басқаларды тыңдамай, олардың критикасын тыңдамай, олар совет бергенде тыңдап, бірақ өзінше істеу керек деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарда әртүрлі ойлар бар, әртүрлі мнениялар, бірақ саған не келетінін, сен не істеуге тырысқанын сен өзің ғана білесің. Сондықтан да self-made дегенде өзін-өзіңді жасау осындай мағынада мен үшін. Және де мысалға бүгінгі таңда жастарға өте көп мүмкіндік бар. Мен айтқанда компьютер жаңа ғана пайда болды. Мысалға қазақ тілді кітаптар болған жоқ. Мысалы осындай Гарри Поттер, классиктер литератураларының аудармалары жаңа ғана пайда болады. Және де мысалға мен өте фантастика, фэнтези жанрға қызық болдым, бірақ кітапты таба алмай осындай кездер болды. Бірақ бүгінгі таңда мен қазіргі анимені де қазақша аударады, көптеген кітаптар қазақша шығады. Жаңа ғана кітаптар, мысалы Америкада жаңа шықты, бірнеше айдан қазақ тіліне оларды аударады. Ол өте жақсы жағдай, менің ойымша. Және де сіздер self-made болғыңыз келсе, көп оқу керек, басқалармен сөйлесу, нетворкинг дейміз ғой, көп адамдармен сөйлесу, сондай ашық болу керек. Бірақ та мен айтқандай кейбір кезде жабық болу керек. Өйткені self-made адамдарда қарасаңыз көбінесе стержень бар. Осындай талпыныс, мақсаттарды жақсы қояды. Олар не істегенді ойлайды. Және де тек қана ойламай, армандамай, осыны іске асыруға
күш салады. Сондықтан да менің ойымша self-made дегенде осындай ойлар келеді. Иә, рахмет, құрметті жастар. Бүгінгі кездесуіміз сіздерге өте пайдалы, қызықты болды деген ойдамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазыңыздар. Келесі подкастта жүздескенше қош сау болыңыздар. Сізге рахмет үлкен. Сізге де рахмет. Мен бір нәрсе айтқаным келді. Мысалға, мен өзім қазақ мектепті бітірдім. Бірақ ол орыс тілді ауылда болды. Және де мен ата-анам көбінесе орысша сөйлесті, көп кітап оқыдым орысша. Бірақ өзім трансформациялану кезінде осы интервьюді қазақша беруге тырысамын. Бірақ мен басында мен орыс тілді жақсы білемін, ағылшын тілді жақсы білемін, қазақ тілді білемін, және кейбір кезде орыс тілі емес, қазақ тілі емес, ағылшын сөздер пайда болады. Және де басымда переводчик, үш тілді переводчик жұмыс істейді. Сондықтан маған кейбір кездерде қиын болады жауапты беруге, сөйлеуге, бірақ мен өзім тырысамын. Сондықтан шақырғаныңызға рахмет. Қазақ тілде сөйлесуге мүмкіндік беруіңізге рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет.